Файлда басып параметры PowerPoint дегенді таңдайсыздар. Осы жерде разработчик деген жерге галочка қойып, окей батырмасын басасыз. Одан соң вставкаға келіп, өзіңіздің қойғыңыз келген фотоларды жүктейсіз. Одан соң надписті таңдап, түсіндім, сұрағым бар, мүлде түсінбедім деп астына жазып шығасыздар. Одан соң разработчик деген бөліміне өтесіздер да, осы жерде А деген әріптің үстіне бір рет басасыздар. Одан соң суреттің үстіне келіп, фигураны ашатын боламыз. Көрдіңіздер ма? Сіздерде ашылады және бұл level 1 деп тұрады. Одан кейін дәл солай қайтадан А-ның үстінен басып, фигураны екінші суреттің үстіне қай жерге қойғыңыз келеді, сол жерге келіп қоясыздар. Ол бізде level 2 болады. Дәл солайынан қайталап, үшінші фотоға да А-ның үстінен басып, фигураны алып келесіздер. Ол бізде level 3 болатын болады. Одан соң тышқанның оң жақ бөлігімен екі рет level 1-дің үстін басамыз, сонда бізде келесі парақ ашылады. Осы жерде настройка жасайтын боламыз. Caption деген жерде level 1 деп тұр, соны өшіреміз да, оның орнына 0 деп жазамыз. Одан кейін астыңғы жағында фонт деп тұр, сол жерге басамыз үстінен. Одан соң размерді 140-қа немесе 40-қа қойып аламыз. Сізге қай размер ыңғайлы, соны қоясыздар. Маған 40 ыңғайлы, сол себепті 40-ты таңдап окейді бастым. Одан кейін текстті біз ортасына қарай қойып аламыз. Екіншісін таңдаймыз және X батырмасын басып шыққан кезде бірінші суреттің үстінде 0 деп тұр. Дәл солай level 2-ның үстінен екі рет тышқанның оң жақ бөлігімен басамыз да, caption деп тұрғанды 0 деп ауыстырамыз. Одан кейін фонт деп тұрған жерде Arial деп тұр ғой, соны үстінен басып размерді 40-қа өзгертіп аламыз. Одан кейін ең соңынан астыңғы жағында текст деген тұр, соны біріншісіне емес, екіншісіне қоямыз, яғни ол ортада орналасуы керек деген сөз. Жаңағы 0 деп көрсетілетін сан ортада орналасуы керек. Одан соң X батырмасын басып шыққан кезде бізде екінші суреттің үстінде де көріп тұрсыздар 0 деп тұр. Дәл осылай үшінші суретке де қайталаймыз. Captionды 0-ге өзгертеміз, одан кейін фонт деп тұрған жерде Arial деп тұр. Оның қасында шрифтті біз 40-қа қоямыз. Одан соң ең астыңғы жағында текст деген бөлімінде біз екіншісін таңдайтын боламыз, яғни біздің қазіргі санымыз ортасында тұруы керек. Барлығын таңдап болғаннан кейін X батырмасын басып шығамыз, сонда біздің фотомыздың барлығында 000 деп тұр. Яғни бұл әлі оқушылардың ешқайсысы жауап бермеді деген сөз. Дәл осылайынан сандарды 0-ке теңестіріп аламыз. Балалар, осы жерде түсінбедім, сұрағым бар дегенді басқан кезде 0-дік сандар жылжып отыру үшін келесі әрекеттерді жасаймыз. Бірінші суреттегі 0 деп тұрған санның үстінен тінтуірдің оң жақ бөлігімен екі рет шертіп жібереміз, сонда бізде келесі бет ашылатын болады. Бұл бетте біз қазір сіздермен кодтарды енгізетін боламыз. Осы жерге мен берген кодты копировать вставить етіп қоясыздар. Қойып болғаннан кейін X батырмасын басып шығатын боласыздар. Келесі жасалатын әрекет сұрағым бар, түсіндім дегеннің үстіне действие беретін боламыз. Яғни ол үшін действие дегенді таңдаймыз. Одан соң запуск макросы деген жерде астына қарай түскен кезде +1 деп тұр. Яғни осы +1-ды басып окей деп басатын боламыз. Бұл бірінші суретке. Екінші суретті де дәл солайынан надпистің үстінен басасыздар, соған действие бересіздер. Бұл жерде запуск макросы +2 деген тұр. Соны таңдайсыздар, яғни 2 деген саны барын. Ал үшінші суретке қасында 3 деген саны барды таңдап действие беретін боласыздар. Одан кейін показать слайдов деп ашқаннан кейін осы жерде understand деп тұр ғой, міне көк сызықтар, соның үстін бала басқан кезде қанша бала сабақты түсінді, қанша баланың сұрағы бар, қанша бала түсінбеді, соны көре алатын боласыздар. Кейбір жағдайда сұрағым бар, түсіндім, түсінбедім деген үстінен басқан кезде сандар жылжымауы мүмкін. Сол себепті қазір бір фигураны аламыз, кері қарап тұрған стрелканы алайық, осыны астыңғы жақ бөлігіне енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін бұл стрелкаға да бізге қазір действие беру керек болады. Сол себепті действиенің үстінен басамыз. Оның үстінен басқаннан кейін запуск макроса деген бар ғой. Сол жерде слайд 1 дегені бар. Соны таңдаймыз дағыны окей батырмасын басамыз. Және де құрметті әріптестер, папканы сақтаған кезде осы лайфхакқа міндетті түрде мән беріңіздер. Ол үшін файлдың үстінен басамыз, одан кейін сохранить как функциясын басқан кезде бізде мына жерде тип файл деген тұр. Осы жерде шаблон PowerPoint с поддержкой макросов дегенді міндетті түрде таңдаңыздар. Осыны таңдап өздеріңізге сақтайсыздар. Одан кейін келесіде осы файлды ашқан кезде жаңағы түсіндім, сұрағым бар дегендердің үстін басқан кезде ол жерде қанша оқушы түсінді, қанша оқушы түсінбеді, соны міндетті түрде сандарын көрсететін болады. Сол себепті міндетті түрде с поддержкой макросов дегенді таңдаңыздар. Ақпарат пайдалы болса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып,
менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.